Саламатсыздар ма? Мен Жиенбаева Сарқыт Тұрғанбайқызы, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Құмарық ауылы, Болтай Батыр атындағы шағын орталықты орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі. Сабағымыздың тақырыбы электрондық цифрлық қолтаңба және сертификат. Мақсатымыз электронды үкімет порталында электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдану. Меңгерілетін білім: электронды цифрлық қолтаңба, сертификат, электронды цифрлық қолтаңба қызметі, сертификат қызметі. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын сөздіктер: электрондық цифрлық қолтаңба, орыс тілінде электронная цифровая подпись, ағылшын тілінде electronic digital signature. Келесі сөз: тіркеу куәлігі, орыс тілінде сертификат, ағылшын тілінде certificate. Келесі сөз: жеке куәлік, орыс тілінде удостоверение личности, ағылшын тілінде identity card. Келесі сөз: тіркеу куәлігінің иесі, орыс тілінде владелец регистрационного свидетельства, ағылшын тілінде owner of the registration certificate. Келесі сөз: электронды құжат, электронный документ, ағылшын тілінде electronic документ. Қазақстанда электронды цифрлық қолтаңба 2008 жылы енгізілді. Оның көмегімен үйден шықпай-ақ көптеген мемлекеттік қызметтерді алуға болады. Электронды цифрлық қолтаңба дегеніміз не? Электронды цифрлық қолтаңба электронды тіркеу куәлігін және электронды цифрлық қолтаңбаның жабық кілтін пайдалана отырып, ақпаратты криптографиялық түрлендіру нәтижесінде алынған электронды құжаттың деректемесі. Электронды құжат және электронды цифрлық қолтаңба туралы заңның негізгі түсініктеріне тоқталайық. Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығы. Куәландырушы орталықтардың электронды цифрлық қолтаңбасының ашық кілттерінің тиесілігін және жарамдылығын растауды жүзеге асыратын куәландырушы орталық. Тіркеу куәлігі. Куәландырушы орталық электронды цифрлық қолтаңбаның заңда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін берілетін қағаз немесе электронды құжат. Тіркеу куәлігінің иесі өз атына тіркеу куәлігі берілген, тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес келетін жабық кілтті заңды түрде иеленетін жеке немесе заңды тұлға. Электронды құжат. Ақпарат электронды цифрлық нысанда ұсынылған және электронды цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат. Электронды цифрлық қолтаңба. Электронды цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электронды құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электронды цифрлық нышандардың терілімі. Электронды цифрлық қолтаңба құралдары. Электронды цифрлық қолтаңба құру және оның түпнұсқалылығын тексеру үшін пайдаланылатын программалық және техникалық құралдардың жиынтығы. Электронды цифрлық қолтаңбаның ашық кілті. Кез келген тұлғаның қолы жететін және электронды құжаттағы электронды цифрлық қолтаңбаның түпнұсқалылығын растауға арналған электронды цифрлық нышандар дәйектілігі. Электронды цифрлық қолтаңбаның жабық кілті. Тіркеу куәлігінің иесіне белгілі және электронды цифрлық қолтаңба құралдарын пайдалана отырып, электронды цифрлық қолтаңбаны жасауға арналған электронды цифрлық нышандар дәйектілігі. Порталда электронды цифрлық қолтаңбаны пайдалану артықшылықтарына тоқталатын болсақ. Біріншісі, мемлекеттік органдардың электронды қызметтерін біз үшін ыңғайлы, тәуліктің кез келген уақытында алу мүмкіндігі. Екіншісі, облыстық және республикалық мемлекеттік органдардың виртуалды қабылдауларына электронды өтініш беру мүмкіндігі. Бұл бейне сабақта электронды цифрлық қолтаңбаны қашықтықтан қалай алуды үйренетін боламыз.
Ол үшін бізге веб камерасы бар, интернет желісіне қосылған дербес компьютер болу керек. Смартфон мен ноутбукта жарайды. Және жеке басының куәлігі, ұялы телефон болу керек. Дербес компьютерде NSA-LR бағдарламасы орнатылған болу керек. Осылардың барлығы бар болса, браузермен egov.kz порталына кіреміз. Осы жерде сервистер бөлімінде электрон цифрлы қолтаңбаны қашықтықтан алу батырмасын басамыз. Ашылған бетте онлайн сұрау батырмасын басамыз. Келесі қадамымыз, біз жеке тұлға болғандықтан жеке тұлға бөлімін таңдаймыз. ЖСН енгізіңіз деген жерге өз ЖСНді енгіземін. Сұраныс жіберу деген батырманы басамыз. Осы бет ашылған кезде веб-камера орнатылған, NSA-LR қосылу орындалды, мобильдік азаматтар деректер қорына тіркелген деген жасыл жазулар шығады. Осы мобильдік азаматтар деректер қорына тіркелген деген қызыл жанып қалуы мүмкін. Сол кезде 1414 нөмеріне хабарласып, өз мобильдік номеріңізді мобильдік азаматтар деректер қорына тіркеуді өтінесіз. Содан кейін куәландыру құжатыңыз таңдайсыз. Жеке куәлік, ЭЦК алуға көшу батырмасын басамыз. Енді Digital ID бөліміне өтеміз. Осы жерде сіздің номеріңізді сұрайды, телефон номеріңізді. Телефон номерін тереміз. Код алу батырмасын басамыз. Телефонға SMS келеді. Келген кодты жазамыз. Камера іске қосылуда. Бастау батырмасын басамыз. Енді осыдан кейін рұқсат ету батырмасын басамыз. Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы ақпараттық жүйесінің пайдаланушылық келісімі туралы шартқа қол қойылады. Келісім жасайсың, пайдаланушылық келісімді оқыдым және шарттармен келісемін. Енгізу батырмасын басамыз. Келесі қадам, электрондық поштамызды толтырамыз. Жеке өзінің электрондық поштаны толтырамыз. Сақтау орнын таңдаймыз. Бұл дегеніміз өзінің кілтіңді қай жерге сақтайтыны туралы. Дербес компьютерге сақтаймыз. Кілттер сақтау орнының жолы. Дербес компьютердің ішінде қай жерге сақтайтынымызды көрсетеміз. Жұмыс үстеліне сақтап жатырмын мен. Өтінім беру батырмасын басамыз. Сұраныс орындалуда. Жаңа бет ашылды. Осы жерде жаңарту деген батырманы басамыз. Төртінші қадам, өзінің кілтіне пароль қоямыз. Кілт, яғни оны қайтадан қайталаймыз кілтіңді. Енді сертификаттар жүктеу батырмасын басамыз. Сертификаттар сәтті орнатылды. ЭЦК кілттерді қолдануға дайын. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларына тоқталайық. Бірінші тапсырма – сәйкестендіру тесті. Берілген сұрақтарға сәйкесінше жауаптарды сәйкестендіреміз. Ал енді орындап болсақ, дұрыс жауабын экранға шығарамын. Екінші тапсырма – Аут RSA және RSA сертификаттарының қызметі, өзара айырмашылықтарын талдап, салыстырыңдар. Екінші тапсырманың жауаптары мұқият қараймыз. Бүгінгі сабағымызды қалай түсініп, не білгендігіміз туралы ақпарат алу үшін білемін, білгім келеді, үйрендім әдісін алып отырмын. Сол бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.